мен андай бөлек тұратын жігітке тұрмысқа шыққым келеді. Жұмыс істейтін тұрмысқа шыққым, жігітке. Сыздан асқан қызбын, мен 17 жасымда үйден кеткенімді, не то что енемді, мен шешемнің сөзін көтере алмаймын. Енді мінезім сондай, мен өте жақсы адаммын негізі. Сөз көтере алмаймын. Бірақ менің де мінезім бар да, енді 18 жасар қызға қарағанда мен енді деп қоя салмаймын, мен деп қоя салмаймын, көзімен көрініп тұрады. Кез келген ене оны шыдай алмайды. Әрине ар жақта ажырасуға келесің, соңында. Сол себептен айтамын да, меніңше мен андай бөлек тұратын жігітке тұрмысқа шыққым келеді. Жұмыс істейтін жігітке тұрмысқа шыққым келеді деп өзім ойымды айтамын. И бітті, сосын мен хейтқа ұшырамын. Сен оңбаға. Қалың малың қанша? $50,000 едің ба? Со скидкой. Қара, вот, почему жігіттер көп деп ойлайды? Мен айтамын да, мен де жай жүрген қыз емеспін ғой. Менің бірнеше квартирам бар. Менің мүмкін депозитте жатқан ақшам бар. Мен бір квартирам $50,000 қымбат тұратын шығар. Так же, неге оны санамайды? Мен ортақтасып үйге кіргіземін ғой соның барлығын. Айғайда? Өйткені үйленгенге дейінгі сенің жинаған байлығың, ол сенің жеке мүлік. Жоқ, 5 жылдан кейін бірге болып саналады. Бәрін біліп алдым деп. Ондай да бар ма? Оны білмеппін. 5 жыл шыға көрейік десейші, сен алған адам. Кажется, сондай. Жоқ, енді мен айтамын, неге, мысалы, мен дипломдарым бар, білімім бар. Маған $50,000 аса қатты көп емес. Мүмкін саған көп шығар, мүмкін басқа жігітке көп шығар. Но басқа үшінші жігіт бар ғой, $50,000. Мен, мысалы, бір достарым бар, бизнесмен. Маған сондай айтады, күліп айтады, $50,000 аз ол бір крузак қой дейді. Видишь, ол өзіңнің сенің деңгейіне байланысты. Сұрап жатады біреулер. Я, ол күліп айтады, а что так мало, какой-то крузак дейді. Видишь, какой-то крузак. Саған көп.